Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Тока Лайв арнасы көпбалалы отбасы 7-ші серия. Осы сериямен біздің көпбалалы отбасы сериалымыз аяқталады. Одан кейін қорқынышты мектеп деген сериал шығатын болады. Сондықтан да арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің видеомды ең бірінші болып көре аласыздар. Ал біз бастаймыз. Мен білетін сияқтымын. Бұған лайм бұл ербақты ағамыз оған анамызға лайм берген. Вроде сол деп ойлаймын мен. Қандай лайм мен көрмедім ешіне. Так, онда біз ербақты ағамызға әкемізге айтып беру керекпіз. Я, мен де солай ойлаймын. Жарайды, онда әкеміз тұрсын, соны күтейік. Ой. Ой, жаман түс көргенімдай. Анам жайлы бір түс көрдім мен. Так, онда анам қайда екен, а? Қазір оны барып көріп келейін. Ой, қалайсыздар? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Өкінішке орай анамыз больницаға түсіп қалды. Не? Қалай? Мен түсімде соны көріп едім ғой. Қалай ол шын өмірде қайталанып тұр? Білмеймін сенің түсіңде не болғаны, бірақ бұл шын. Я, енді не істейміз? Анамызды тез шығарып алу керек. Кім не үшін больницаға жатты? Ербақты ағамыз оны істеген вроде. Лайм берді оған. Сол лаймды дуалаған шығар. Не? Қараш оның енді ұйықтап жатқанын. Сол ғой. Қазір әкеміз тұрсын, мен оны айтып беремін. Я, мен де айтып беремін. Барып мен жуынып келейін онда. Және олардың әкелері тұрады, одан кейін балаларды тұрады, себебі уже таң атып кетті, сондықтан да ары қарай көре беріңіздер. Не болды, қыздарым? Неге ашуланып отырсыңдар? Әке, анамызды больницаға түсірген бұл ербақты ағамыз. Не, олай деме, ол сендердің ағаларың ғой. Я, әкешім, бірақ ол біздің ағамыз, бірақ ол өте жаман адам. Ол анамызға лайм берді, одан кейін анамыз біртүрлі сезімде болды. Не, оны тұрғызу керек қой. Ербаға тұр бол, кет үйден. Не үшін мен кетеді екен, мен өзім білемін. Бұл менің үйім, сенің үйің емес, өзім білмейсің. Тезірек алды чемодандарын, жоғал үйден. Өзім-ақ кетемін. Кет бар. Қарашын оларда. Солардың бәрін салып алайын. Қош болыңдар. Болды онда. Арсен мен Сая, сендер аналарына барып, не керек екенін алып қайтыңдар. Жарайды, кешім. Жарайды, жүр. Әке, ақша бересіз бе? Я, қазір беремін. Так, мынау жететін шығар деген ойдам. Мә, алыңдар. Жарайды, кешім, тез келуге тырысамыз. Жолдарың болсын, тез барып, аналардың қал жағдайын біліп қайтыңдар. Ал біз тамақ береміз. Жарайды. Кеттік, анамыздың жағдайын біліп қайтайық. Анамызға осы жақтан зат ала салайық, поликлиникадан. Я, сол дұрыс болатын шығар, жақын. Ал, не аласыңдар, балдар? Қазір таңдап жатырмыз. Так, сүт алдым. Және қазір вроде фрукты керек. Арбуз алайын. Андай алайын. Және яблок алайын. Груша. Так. Тағы да кішкене сума алайын. Апа, мына жақта қайсы жақсы больницада жатқан адамға су ішуге?
Так, қазір тауып берермін. Мына жақта, жана жақта. Мынандай сок жақса. Міне. Рахмет. Ал міне есептеп жібересіз бе? Жарайды қазір. Не? Міне төледім. Жақсы, сау болыңдар, міне алып кетіңдер. Кеттік. Вроде бұл қай палата да? Так, екінші палата деп айтты. Қазір екінші палатаға барамыз. Так, міне келген сияқтымыз. Аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Не керек? 2А кабинетін айтып жібересіз ба? Сол жаққа түкке қарай жүре беріңдер. Міне сол жақ. Барайық. Так, мұндай емес. Мұндай емес. Ал соңғысы. Сіздерге кіруге болмайды, неге кіріп бара жатсыздар? Я, сәлеметсіздер ме? Неге кіріп жатсыздар? Біз анамызға тамақ әкеліп берейін дегенбіз. Анаңыздың есімі? Жарайды, ал кіре беріңіздер, тек 5 минутқа ғана. Ол қазір тынығып жатыр, оятпаймыз. Оятпағанда қалай? Ей, жарайды. Тек қана 5 минутқа. Дук. Жарайды, кірейік. Анашым, қалыңыз қалай? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Неге келдіңдер? Сіздің қал жағдайыңызды біліп қайтуға келдік. Неге қолыңыз шығарып алғансыз? Білмеймін, солай болып қалды. Қалай шығарып алғанымды мүлдем білмеймін. Мама, міне сізге заттар нан ішіне мұсап қойып, тамақтанып жүріңіз. Ой, рахмет, қызым. Қазір мен сізге ыңғайластырып берейін. Мынау сүт пен сок жақсы дейді. Ой, рахмет. Бір жеп алатын болдым ғой. Мына пакетті алып кетесіңдер ме? Я, анашым, алып кетеміз. Ал енді тынығып алыңыз. Сізге қашан қайтатыныңызды айтқан жоқ па? Жоқ, әлі айтқан жоқ ештеңе. Жарайды, анашым. Пока. Сау болыңыз, анашым. Тезірек жазылып кетіңіз. Рахмет, балаларым. Үйдегілер қалай, тамақтарын істеп жатыр ма? Я, істеп жатыр. Істеп беріп жатырмыз. Я, қарнымыз тоқ. Ер бақыт ше. Ол кетіп қалды. Біз оны үйден қуып жібердік. Ой, молодцы, жақсы болды ғой. Соның кесірінен мен ауырып қалып жүргенім осылай. Я, анашым, сіз соның кесірінен ғой. Сол ғой, ойын бұт сүтін шығаратын едім мен. Если сіздер просто рұқсат бермей тұрсыздар ғой. Жарайды, анашым, сау болыңыз. Сау болыңыз, анашым. Сау болыңдар. Ай, қашан шығады екен. Қолымда ауырып жүрген ай шамалы. Жарайды. Так, сіздер кіріп шықтыңыздар ма? Аналарыңыз 10 күннен кейін шығатын болады. Жарайды. Жарайды. Кеттік онда үйге. Кеттік. Ал, жүр кірейік. Я. Ой, вроде шай ішпаған сияқты ғой. Біз келдік. Анаңнан не хабар? Я, біздің анамыз жақсы ма екен? Дәрісін бәрін апарып бердіңдер ме? Я, бәрін апарып бердік. Халі жақсы, бірақ бір қолын сындырып алған. Қалай сындырып алған? Ой, ештеңеден сындырмаған еді ғой.
Иә, менің ойымша солай еді. Білмеймін, сол Ербақыт ағамыздан берген лайымның кесірінен. Сол да біреуге тиісе алмаса жүре алмайды дегенше кредит алды ғой. Қайтып төлейміз соны енді. 6 миллион еще. Жарайды, біз оны стипендиядан төлейміз. Так, онда мен кітап оқи тұрайын. Мен онда ұйықтаймын. Осы кітапты оқиын. Анам болғанда қазір бірге кітап оқушы едік. Жүр екеуміз алда серуендеп келейік. Кел, Мадина, екеуміз ойнаймыз. Иә. Осы үй ме екен? Так. Осы үй сияқты. Өте ескі ғой. Может, тұртып көрейін, может, ешкім тұрмайды. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Қазір өкте тұрайын. Әкешім, біреу келіп тұр үйге. Ау, қазір мен ашып келе саламын. Кім екен? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бұл осының үйі ма? Кімнің? Яғни Арманның үйі ме? Иә. Не керек сізге? Сіздер көпбалалы отбасысыздар, иә? Иә, біз көпбалалы отбасымыз. Сондықтан сіздерге 3 бөлмелі квартира беріліп жатыр. Не? Мәссаған. Міне, мына жаққа қол қойып жіберсеңіз. Қазір. Міне осы жаққа қол қойып жіберіңіз. Әрине. Бұл өтірік емес пе? Жоқ, қайда өтірік? Құттықтаймыз сізді. Бүгін түсте барып қарасаңыздар болады. Осындайдың үйі. Яғни қонаев 64. Жарайды. Рахмет көп. Сау болыңыз. Барлықтарың жиналыңдаршы мұнда. Өтінем. Кім екен қызым? Кеттік, жиналыңдаршы мұнда барлықтарың. Сіздер сенбейсіздер мүлде. Бізде новый квартира 3 бөлмелі. Қалай? Шын-ба? Не үшін берді? Сіздер көпбалалы отбасысыздар деп. Мәссаған. Ура, біздің өзіміздің үйіміз болады. Еще новый ғой. Ал, онда кеттік, заттарың жинаңдар. Аныңа бір тосын сый болып қалатын болды ғой, я? Ура, я. Мұна не уатыр айқалап? Бізде жаңа қоныс пайда болды. Мә, қалай? Жаңа мен қол қойдым. Және көпбалалы отбасы ретінде 3 бөлмелі квартира берді. Ура, онда кеттік, заттарын жинап көшейік. Бақыттымыз ғой. Достар, осымен менің сериям аяқталды. Яғни сериалым аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Ал ол енді осы кезде анасы да больницадан шығып, олар енді новый үйінде, яғни жаңа үйінде бақытты өмір сүріп жатыр. Бақытты өмір сүреді. Ал сіздерге осы сериал ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Және менде енді қорқынышты мектеп деген